Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін карамельдегі фундук пирогын әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен пирогтың негізін пісіреміз. Ол үшін ұнға разрыхлитель, қант ұнтағы мен ерітілген сары май, сары уыз қосып қамыр илейміз. Дайын қамырды 30 минутқа тоңазғышқа қоямыз. Уақыт өткенше салмасын дайындаймыз. Фундукты жуып, қағаз сүлгіде кептіреміз. Кейін қызып тұрған пеште 150 градуста 15 минут қуырамыз. Уақыт өткен соң тоңазғыштан қамырды алып формаға төсейміз. Қуырылған фундукты духовкадан шығарамыз. Оның орнына пирогтың негізін пісіреміз. 160 градуста 15-20 минут пісіру қажет. Фундук суыған соң қабыр жақтарынан тазалаймыз. Енді карамелін дайындаймыз. Қызып тұрған табаға тростниковый сахар мен бөлме температурасындағы майды қосып ерітеміз. Қанты әбден еріген соң үстіне сливке құямыз. 15-20 минут араластырып, карамель дайындаймыз. Карамель қоюланған соң оттан түсіреміз. Енді пирогымызды жинаймыз. Пирогтың негізіне фундукты салып, үстіне карамелін құямыз. Карамелі қату үшін тоңазғышқа бірнеше сағатқа қоямыз. Уақыт өткенше шоколадный глазурь жасаймыз. Ол үшін шоколадқа бөлме температурасындағы сары май, сливкиді қосып, бір келгі болғанша ерітеміз. Карамель қатқан соң пирогымыздың үстіне шоколадный глазурь құямыз. Енді пирогымызды тағы да 1 сағатқа тоңазғышқа жібереміз. Осымен карамельдегі фундук пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.